овуляцияны есептеп жүктіліктен сақтану әдісі әрине бар. Ол өзінің тиімділігі бар, өзінің тиімділігі пайызы бар әдіс болып табылады. Ол үшін сіз менструальный цикліңізді өте жақсы білу керексіз. Қай күндері келеді, қай күндері кетеді, және сіз календар жүргізу керексіз. Ол сіз оймен есептей салып жүргізуге болмайды, онда ол әдістің тиімділігі төмендейді. Календарный әдіс кімге болады? Календарный әдіс қандай да бір себеппен жатырышылық спираль салуға болмайтын, немесе жаңағыдай гормоналды оральды контрацептивтерді қандай да бір себеппен ішуге болмайтын жағдай болған кезде осы календарный әдіс қолданылады. Енді сіз өзіңіз білесіз, менструальды цикл қалыпты жағдайда 28 күннен 28 күнде 3-5 күн қайталанып тұратын цикл болып табылады. Сондықтан бұл әдістің тиімділігі жоғарылайды, егер сіз четко өзіңіздің менструация күндеріңізді жақсы білесіз, қадағалайсыз, келу кетуін, ай сайын реттілігін жақсы білесіз. Сол кезде ғана тиімді болады. Мысалға, 1-2-3 күн менструация келеді. Қалыпты жағдайда көбінесе овуляция 14-ші күні болады. Менструальный циклдің 14-ші күні болады. Сіз менструацияның келген күнін 1-ші күн деп есептейсіз. 1-2-3 дейсіз. 3 немесе 5 күнде менструацияңыз кетеді. Сөйтіп 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ші күннен бастап 15-ші күнге дейін овуляция болу мүмкіншілігі өте жоғары болады. Сол күндері сізде жыныстық қатынас болмау керек. Кейбір кезде болатын жағдай, ол ранняя овуляция немесе поздняя овуляция. Ранняя овуляция деген ол 14 күн емес, иногда 10-ші күні болып қойы мүмкін, 11-ші күні болып қойы мүмкін. Сондықтан осы апта 10-ші күннен 15-ші күнге дейін, 16-ші күнге дейін ол овуляция күні ретінде жыныстық қатынас болмау керек күндер. Енді кейбір кезде жаңа поздняя овуляция деп айтамыз, иногда овуляция 18-ші күні болады, 19-ші күні болып мүмкін. Осы әдістің тиімділігі төмендейтін жер осы овуляция циклдың реттілігі еместігінде. Егер де аналық жасуша өзінің өміршеңдігін 1 немесе 2 күн ғана сақтай алады. Ал сперматозоидтар өзінің ұрықтандырушы қабілетін 3 күнге дейін сақтай алады. Соған көңіл бөлу керексіз. Егер мысалға сіз овуляция күннен, мысалға овуляция болуына 1-2 күн қалды деп жыныстық қатынасқа түссеңіз, сіздің трубаларыңызда, жатыр мойнында сперматозоидтар сақталып отырған болу мүмкін. Сіз жыныстық қатынасқа сол күні түспесеңіз де, сол сақталған сперматозоидтар осы аналық безді жаңағыдай ұрықтандыру мүмкін. Содан кейін, мысалға сіз 15-ші күні овуляция болды, немесе 14-ші күні овуляция болды деп 16-17-ші күндері сақтанбаған қатынасқа түсетін болсаңыз, аналық безден бөлінген аналық жасуша әлі ыдырамаған, сақталған күйінде тұрса, сол кезде де жүктілік болуы мүмкін. Бұл әдіс тек қана жүйелі түрде тұрмыста тұратын жұптарға арналған әдіс, және бұл үшін сіз өзіңіздің дисциплинаңыз өте жоғары сақтау керексіз. Сол кезде ғана бұл әдіс тиімділігі пайдаға асады. Ал егер де сіз есептемесеңіз, тиімділік төмендейді.